Саяны ұзын киімден бастасақ қой деп отырық. Алғашқы Киім шыққасын бірақ көрерсіздер. ұзын көйлек бересіз. Кейін шыққаннан кейін байқаймыз. Бәрекелді, іске сәт. Ал енді құрметті көрермендер, Талған Мырзаның топтамасы, яғни коллекциясындағы ең алғашқы көйлекті тамашалайық. Яғни кейіпкеріміз Саяны шақырайық ортаға. Бәрекелді. Тамаша. Жүріңіз. Көрермендердің орындарынан тұрып қол соғуларына қарағанда алғашқы киім жақсы сияқты. Сіздер, сарапшылар, пікірлеріңіз қандай? Кинодан ғана көретін осындай қыздардың сұлу, енді өзімді таңғалып тұрып қалай. Кинода көрген сұлулықты, яғни сен сұлу бағдарламасында көріп тұрсыз. Рахмет. Рахмет. Сәкен Мырза, не айтасыз? Жақсы өте. Бірақ менің пікірім бойынша оң жақ арғы жіңішке қолы ұнап тұрмаған. Иә. Бергі жаңағы кең болып тұрғаннан гөрі арғы жіңішке қолы Саяның бойын ұзындау көрсететін сияқты. Егер арғы жағынан қарағанда, бергі жағынан қолын тіпті қысқартып көрсетіп тұр бойынан бұрын. Деп ойлайсыз? Деп ойлаймын. Жақсы. Марат Мырза? Бағанағыдан басқа қыз сияқты болып шыға келді, сылаңдап, нағыз сұлу болып. Сұлу қыз болып шыға келді. Мына шүпірек қыздың көркі дейді. Оның үстіне мына Талған сияқты керемет шебер дизайнерлер бойына да өзінің келбетіне де әдемі қылып тіккен екен көйлекті. Сондықтан мына көйлекпен сахнаға шықса, әрі қазақы, әрі жаңаша. Сахнаның көйлегі деп айтуға болады дейсіз ғой? Иә, сахнаға ән айтатын көйлек қой әдемі. Нұржамал ханым. Көгілдір түс шыны мен Саяға жарасады екен. Бірақ мен осы жерде осы көйлекпен Саяның шашын үйлесімін таппай тұр. Қалай болған дұрыс деп ойлайсыз? Мойнын ашса деп ойлаймын. Артқа қарай жинаса деп тұрсыз ба? Бір қазақи бір үлгіде болса деп ойлаймын шаш. Ол сіздің ойыңыз. Жақсы. Ал, маман, автор не айтасыз? Мен енді жаңа дұрыс қой, Сәкеннің айтқаны өте дұрыс. Мен жартысын қазіргі уақытқа істедім да, мынау жең біздің сол кең етекті жеңді қылып жасап көрдік. Оны жинап, әдемі қылу оп-оңай. Оп-оңай дейсіз ғой. Ол бұл кісілердің айтқаны дұрыс. Себебі Талған ұсынады. Ақ мұз үйге енеген сөз маржан